Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода біз маршмеллоуды үйде дайындау әдісін үйренетін боламыз. Өте осылай жұмсақ болып шығады. Ең бірінші біздің маршмеллоуды құятын ыдысымызды дайындап аламыз. Ол домалақ болсын, төрт бұрышты болсын, осылай пищевой пленканы салып, күнбағыс майымен жақсылап майлап шығамыз. Шекер және желатин және де су қажет болады бізге. Желатинімізді 60 грамм суға салып араластырып қоямыз жақсылап. Біздің желатиніміз суды өз бойына сіңіру керек. 20 минуттай кетеді. Осы үстелшенің үстіне қойып қоямыз. Енді біз 60 грамм суымызды 220 грамм шекерімізге салып жақсылап араластырамыз. Және де оны баяу оттың астына қойып, біздің шекердің ерігенін күтеміз. Неге осылай араластырып тұрыңыздар, астына жабысып қалмас үшін. Бізде шекеріміз қазір қайнайды. Қайнағанша күтетін боламыз. Неге ақырындап қайнап келе жатыр. Әлі оттан алмаймыз, араластырып тұрамыз. Бізде бұл қатты көпіршіктеніп, жақсылап қайнау керек. Осындай әппақ көбік болып қайнағаннан кейін ғана оттан өшіріп алатын боламыз. Енді біздің желатиніміз суды өз бойына сіңірді. Осы уақыттар ішінде оны жаңағыдай судың үстіне қойып, осылай ерітетін боламыз. Біз енді оны басқа ыдысқа құйып, сиропымызды миксерлейтін боламыз. Жай жылдамдықпен бастаймыз. Енді біздің еріген желатинімізді осы сироптың үстіне құямыз. Енді жай жылдамдықтан бастап, ағырындап көбейтіп отырып, осылай миксерлейміз. Неге осындай ақ болады, бізге әлі де шайқау керек. Осындай қатты әппақ болған кезде, осылай созылып тұрады. Сурет салған кезде үстіне салынады мінекей. Осы кезде дайын болды деген сөз. Енді біздің дайындап қойған ыдысымыздың үстіне маршмеллоуды құятын боламыз. Жақсылап жаңағыдай күнбағыс майымен майлауымыз керек, өйткені біздің маршмеллоу жабысып қалады. Осылай бетін жауып, холодильникке 3 сағат немесе 1 түнге қойып қоямыз. Менде бұл 1 түнге тұрды. Неге осылай пленкадан жақсылап ажыратып алып, осылай әр қалаған формаларыңызда бөлесіздер. 4 бұрышты ыдысқа салуларыңызға да болады, немесе домалақ өз қалауларыңыз бойынша саласыздар. Енді біз крахмал мен сахарный пудрамызды бір ыдысқа салып араластырып алдық. Енді біз оны осылай маршмеллоуды себеп отырып бөліктерге бөлетін боламыз. Әр бөлген бөлігімізді осындай крахмал мен сахарный пудраға, ұнтақтарға араластырып отыруымыз қажет. Болмаса біздің маршмеллоу жабысып қалады. Осылай барлығын осылай бөліп шығамыз бөліктерге. Өз қалауларыңызша бөлетін боласыздар. Осылай барлығын бөліп аламыз. Неге біздің маршмеллоу дайын болды. Өте жұмсақ, нәзік. Сіздер де жасап көріңіздер.